Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бірнеше рет үй жағдайында шашлык мариновать етіп, осылай жасаған едік. Өте дәмді болып шықты және сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Алдымен осылай карачкаларымызды алып келіп алып, жуып жіберіп, осылай тазалап турап аламыз. Негізі терісінде майында алмай қойсаңыздар өте дәмді болып шығады. Мен балалар жейтін болғаннан кейін терісін алып тастаймын, өйткені олар терісін мен жегенді ұнатпайды. Осылай үлкендеу етіп турап аласыздар да ыдыстарыңызға салып, дәміне қарай тұздарыңызды салып, қолдарыңыздың көмегімен, яғни сіңдіріп аласыздар. Тұзды жақсылап тұрып осылай араластырып, бәріне сіңіп шығу керек. Сол кезде тұзының, дәмінің татымы жақсы болып, жақсы бір шашлык шығатын болады. Одан кейін барып қосатын дәмдеуіштеріңізді шетінен қоса бересіздер. Негізі артық көп ештеңке қоспай, осы видеодағыдай көрсетілгенде жасасаңыздар, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Үйде үлкен кісілер мен балалар болғандықтан өте дәмді болып шықты, сүйсіне жеді. Мінекей, тұзы сіңгеннен кейін турап қойған пиязымызды, сарымсағымызды, чеснок және 1-2 бас кивиімізді қосып жібереміз. 2-3 бас пияз қосасыздар мына жерде. Одан кейін қара бұрыштарыңызды, қызыл бұрыштарыңызды, қаласаңыздар паприка қосып жіберсеңіздер де болады. Мінекей, одан кейін 5 ас қасық сумай қосасыздар. Сумай өте жұмсақ болуына бір себеп екен, сондықтан сумайды ұмытпаңыздар. Мінекей, сарағашпен осылай араластырып барлығын қойып қоясыздар. Өте дәмді шашлык болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай артық ештеңкені қажет етпейтін бір мариновканың түрі. Осылай 3-4 сағатқа немесе бір түнге қойып қойсаңыздар да өте дәмді жұмсақ болып шығады екен. Егер рецептім ұнайтын болса, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, дайын болды. Ас болсын.